Сәлеметсіңдер ме, балалар? Менің жас достарым, біз бүгін көңілді достар тақырыбы бойынша композитор Марат Омаровтың әнін тыңдап, айтып үйренеміз. Бұл ән әнші балапан деп аталады. Білім, ғылым, өнерге қанат қағар кездерің, ата салтын ертеңге жеткізетін өздерің. Әнші, биші, әнші балапан, әнші, жыршы, күйші балапан. Даңқын елдің көтерер, әнмен күймен өздерің, ойың алға жетелер, арман қуған кездерің. Әнші, биші, әнші балапан, әнші, жыршы, күйші балапан. Ендігі кезекті балалар әннің өзіне береміз. Білім, ғылым, өнерге қанат қағар кездерің, ата салтын ертеңге жеткізетін өздерің, жеткізетін өздерің. Әнші, биші, әнші балапан, әнші, жыршы, күйші балапан. Әнші, биші, әнші балапан, әнші, жыршы, күйші балапан. Даңқын елдің көтерер, әнмен күймен өздерің, ойың алға жетелер, арман қуған кездерің, арман қуған кездерің. Әнші, биші, әнші балапан, әнші, жыршы, күйші балапан. Әнші, биші, әнші балапан, әнші, жыршы, күйші балапан. Балалар, сендерді енді қызықты ойын күтіп тұр. Мұна суреттерге қарап, өздеріне лайық әндерін тауып алу керек. Ол үшін саусақпен жіптерді жүргізіп, үйренген әнге лайықты суретті тауып аласыңдар. Бүгінгі музыкалық саяхатымыздың тағы бір тамаша сәті бұл аспаптық музыканы тыңдау. Енді кезекті күйге береміз. Балалар, қазір жұмбақ шешіп ойнайық. Сахнада жүреді, ән салады үнемі. Бұл өнерпаз кім екен? Оны тапқыр біледі. Музыканы өте жақсы көретін менің сүйкімді шәкірттерім. Бүгін сендер көңілді достар тақырыбы бойынша нені танып білдіңдер. Әрине, алдымен композитор Марат Омаровтың әнші балапан әнін тыңдап айтып үйрендіңдер. Міне содан кейін тапқырлық танытып, суреттерге лайық әндерді тауып алдыңдар. Әрине, аспаптық музыканы тыңдау сәтінде күйді де ықыласпен тыңдадыңдар. Ал енді сергіту сәтінде жұмбақты да өздерің дәл таба білдіңдер, жарайсыңдар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды.
осы көңілді мен сендермен қоштасамын. Сау болыңдар балалар.